Сәлем достар, бүгін біз махаббат пен ұлттық мұраның қалайша бір-бірімен біте қайнасып жатқанын талқылаймыз. Ғасырлар тереңінен сыр шертетін керемет дастанның қазіргі заманмен қандай байланысы бар? Осыны бірге анықтап көрейік, ал бастайық. Энде 14 ақпан десе бірден бәріміздің есімізге не түседі? Әрине, Әулие Валентин күні, солай ғой, ал 15 сәуір ше, бұл күн туралы естігендер бар ма? Я, бұл дата көпшілікке бейтамыз болуы әбден мүмкін. Бірақ білесіз бе, оның астарында үлкен мағына жатыр. Міне осы 15 сәуір біздің төл ұлттық қашықтар күніміз. Я, дәл солай. Бұл негізі батыстың танымал Валентин күніне біздің өзіміздің жауабымыз десек те болады. Өз тарихымызға, өз құндылықтарымызға негізделген ерекше мереке. Бұл мерекенің тарихы өте жас, айта кетейік. Ресми түрде ол 2011 жылы ғана бекітілді. Бірақ сол аз уақыттың ішінде жастар арасында кеңінен танылып, жылдан жылға өз орнын тауып келеді. Енді ең басты айырмашылыққа келейік. Бұл екі мерекенің негізі жер мен көктей. Қараңызшы, Валентин күні Римдегі діни қызметкер туралы аңызға құрылса, біздің ғашықтар күніміздің негізінде қазақтың ең әйгілі, ең терең махаббат дастаны, қозы көркеш баян сұлу жатыр. Міне, нағыз ұлттық болмыс деген осы емес пе? Алай болса, сол ұлы дастанның әлеміне бірге саяхат жасап көрейікше. Бұл жай ғана әдемі ертегі емес достар. Бұл ғасырдан ғасырға жалғасып, ұрпақ жадында сақталған махаббат пен адалдықтың, қайғы мен ерліктің шын хикаясы. Қозы көрпеш баян сұлу бұл біздің әдебиетіміздің нағыз гауһартасы десек артық айтқандық емес. Ойлап көріңізші, оның тарихы сонау 3-14 ғасырларға Алтын Орда кезеңіне дейін жетеді. Бұл дегеніміз қазақ ауыз әдебиетінің ең көне, ең әсерлі лира эпостық жырларының бірі. Ал жырдың оқиғасы ол өте шиеленісті, типті қайғылы. Бәрі неден басталды дейсіз ғой? Екі дос, Сарыбай мен Қарабай, балалары әлі дүние келмей жатып, оларды атастырып қояды. Бұл бел құда салты. Бірақ өкінішке орай Сарыбай аң аулап жүріп кенеттен қайтыс болады. Сол кезде Сараң Қарабай берген уәдесін ұмытып, қызы Баянды жергілікті зорлықшыл Батыр Қодарға бермек болады. Әрине, қозы мен Баян бір-бірінсіз өмір сүре алмайды, бірақ олардың махаббатына кедергі болған қатыгез Қодар қозыны опасыздықпен өлтіріп тонады. Ал Баян ше, ол мойымайды. Қодардан кек алу үшін айлаға көшеді. Оны алдап терең құдыққа түсіріп өлтіреді. Бірақ сүйгенінсіз өмірдің мәні жоқ еді. Соңында Баян қозының кесенесінің басына барып, өз жүрегіне қанжар салады. Міне осылайша, тіршілікте қосыла алмаған екі ғашық өлімде мәңгілікке бірге болады. Бірақ бұл оқиға тек ауыздан ауызға тараған аңыз болып қалған жоқ. Жоқ, ол біздің мәдениетімізге, санамызға, типте тасқа қашалып, терең із қалдырды. Ендеше сол дастаннан қалған мол мұраға бірге көз жүргізтіп көрейік. Керемет емес пе? Қараңыздаршы, біріншіден, жырдың 20-дан астам нұсқасы сақталған. Бұл дегеніміз халық оны қаншалықты жақсы көргенін білдіреді. Екіншіден, Шығыс Қазақстан облысында сол ғашықтарға арналған, ғасырлар куәсі болған кесене әлі күнге дейін сақталған. Одан бөлек, ұлы жазушымыз Ғабит Мүсірепов осы жырдың желісімен атақты пьесасын жазды. Ал 1954 жылы «Махаббат туралы поэма» деген классикалық фильмде жарық көрді. Типті Пушкиннің өзі, Шоқан Уәлиханов, Мұхтар Әуезов сияқты заңғар тұлғалар бұл эпосты зерттеп, оған өте жоғары баға берген. Ал мына уақыт сызығына қарасақ, аңыздың ғасырлар бойы қалай дамығанын анық көреміз. Ойлаңызшы, 3-14 ғасырларда ауызеке жыр болып дүниеге келді. Содан 1830 жылдары алғаш рет қағаз бетіне түсіріле бастады. 1856 жылда Шоқан Уәлихановтың зерттеулері арқылы ғылыми айналымға енді. Ал 1954 жылы кино экранына шығып, миллиондардың жүрегін жаулады. Міне енді, 2011 жылы сол ұлы махаббат хикаясы тұтас бір ұлттық мерекенің негізі болып отыр. Нағыз тарихи сабақтастық деген осы. Жарайды, тарихта біраз сөз еттік. Енді бүгінгі күнге оралайық. Осындай терең мағынасы бар мерекені қазіргі жастар қалай атап өтеді? Жалпы бұл күн қалай тойланады? Білесіз бе? Қазіргі 15 сәуір бұл жай ғана гүл мен шоколад сыйлайтын күн емес. Жоқ, жастар бұл күні поэзия кештерін ұйымдастырады, қызықты флешмобтар өткізеді, әлеуметтік желілерде махаббат пен адалдық туралы ойларымен бөліседі.
Ең бастысы бұл жерде тек сезім ғана емес, сонымен бірге біздің ұлттық құндылықтарымыз, тарихымыз дәріптеледі. Айтпақшы, тағы бір қызық дерек бар. Дәл осы 15 сәуір сонымен қатар бүкіл әлемде халықаралық мәдениет күні ретінде атап өтіледі екен. Яғни, бұл күн тек махаббатқа ғана емес, мәдени мұраны қорғауға да арналған. Бұл сәйкестік біздің ғашықтар күніне одан да терең символдық мән беріп тұрған жоқ па? Сонымен қорытындылайықшы. 15 сәуір дегеніміз не? Бұл екі үлкен ұғымның тоғысқан нүктесі. Бір жағынан бұл жеке адамның сезімі, Қозы мен Баянның пак махаббаты. Ал екінші жағынан бұл бүкіл халықтың рухани байлығы, ұлттық мұрасы. Міне, осылайша жеке сезім мен ұлттық құндылық бір арнада тоғысады. Осының бәрін ой елегінен өткізгенде, еріксіз еске Мұқағали ақынның әйгілі сұрағы түседі. О, махаббат, сен әлі тірі ме едің? Я, бұл сұрақ ғасырлар бойы жауабын іздеп келе жатқан сияқты. Сонымен, соңғы сұрақ. Бұл мереке ол тек қашықтарға арналған күн бе? Әлде бұл біздің ұлттық рухымызды, тарихи жадымызды қайта жаңғыртуға жасалған маңызды қадам ба? Бұл сұраққа әркім өз жүрегінен жауап іздеп көрсін.